Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен тәтті булочки бургерлердің тестасымен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сүт, жылы су, дрож, қант, тұзымызды салып, кішкене қойып қоямыз. Кішкене қойғаннан кейін жұмыртқамызды жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осылай біркелкі қылып араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Илеген қамырымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, илеп, бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды өзіңіздің көз мөлшеріңізбен бөліп, осындай булочка әрі бургер болатын теста істеп аласыз. Осылай 200 градус температурада 30-35 минутта пісіп шығады. Өте жұмсақ болып піседі. Менің тесталарым дайын болды. Мен бүгін балдарға кешкі асқа мини бургер істеп бердім. Осылай арасына кетчуп майонезімізді жағып, қолдан кесіп қойған қиярымызды, қызанағымызды, сырымызды және шұжығымызды салып, осылай дайындап қойдық. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.